сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз ж дыбысы және ж әрпімен танысатын боламыз. Артикуляция бойынша дұрыс айтуды үйренеміз, сөз бен сөйлем құрауды үйренеміз, буынға бөлуді үйренеміз, дыбыстық талдау жасаймыз. Кәнекей балалар, шаттық шеңберін құрамыз. Балалар, менің артымнан қайталап айтып отырамыз. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, барша жанды құрметтеп, бас иеміз біз. Ж дыбысы және ж әріп таңбасымен танысатын боламыз. Балалар, кәнекей барлығымыз бірге ж дыбысын дауыстап айтып көрейік. Ж, ж, ж. Балалар, дыбыс қалай айтылып тұр? Иә, ж дыбысын айтқанда тіліміз аузымызда кедергіге ұшырап, дыбыс созылмайды. Демек, балалар, ж дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейміз, балалар? Иә, дауыссыз дыбысты көк текшемен белгілейтін боламыз. Балалар, мұқият тыңдап, естеріңе сақтап алыңдар. Ж дыбысының айтылуы, ж дыбысын айтқанда ерін дөңгеленіп, тістер дыбысты жібермей тұрады, тіл жоғары көтеріліп, таңдайға тимей тұрады, бүйірлері ауызға тиеді. Енді балалар, тіл ұстарту жаттығуын менімен бірге айтып жаттығыңдар. Ж, 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 жа, жа, жапалақ, жо, жо, жолбарыс, жу, жу, жусан, жи, жи, жидек, жә, жә, жәшік. Жарайсыңдар балалар, тамаша айттыңдар. Кәнекей балалар, менімен бірге қосылып оқыңдар. Ж әрпінен басталатын сөздерді оқып шығамыз. Жаз, жүз, жас, жаға, жаса, жуан, жуас, жауын, жасыл, жақсы, жаман, көжек. Жарайсыңдар балалар, тамаша оқыдыңдар. Балалар, дыбыстық талдау жасаймыз. Жаңғақ сөзінде бірінші қандай дыбыс естіліп тұр? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Ж дыбысы естіліп тұр. Жаңғақ сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы, кәнекей. Жаңғақ. Қанша буын? 2 буын. Тамаша балалар. Неше дыбыс бар, санайықшы? Жаңғақ сөзінде ж 1 дыбыс, а 2 дыбыс, 3 дыбыс, ғ 4 дыбыс, а 5 дыбыс, қ 6 дыбыс. 6 дыбыс бар екен. Неше әріп бар? 6 әріп бар, е? 2 буын, 6 дыбыс, 6 әріп бар. Тамаша балалар. Балалар, енді жүгері сөзіне дыбыстық талдау жүргіземіз. Жүгері. Неше буын бар, балалар? 3 буын бар екен, е? Неше дыбыс бар екен, кәнекей? Ж 1 дыбыс, 2 дыбыс, г
3-ші дыбыс, Е 4-ші дыбыс, Р 5-ші дыбыс, 6-ші дыбыс. Сонда жүгері сөзінде неше дыбыс бар екен? 6 дыбыс бар екен, е? Неше әріп бар сонда? 6 дыбыс болса, 6 әріп болады. Жүгері сөзінде, балалар, 6 дыбыс, 6 әріп, 3 буын бар, е? Ж дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан, балалар, жүгері сөзінде? Иә, сөздің басында орналасқан, иә? Ендеше балалар, келесі суретке назар аударайық. Бұл ненің суреті? Жүзік сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Неше буын, неше дыбыс, неше әріп бар екенін анықтаймыз. Жүзік. Неше буын екен? 2 буын екен, е? 2 дауысты дыбыс бар. Ү және дыбыстары дауысты дыбыстар, е? Неше дыбыс бар екенін көрейікші? Ж 1-ші дыбыс, 2-ші дыбыс, З 3-ші дыбыс, 4-ші дыбыс, К 5-ші дыбыс. Сонда неше дыбыс бар екен жүзік сөзінде? 5 дыбыс бар екен. 5 әріп бар. Ж дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан, балалар? Иә, сөздің басында орналасқан, балалар. Ненің суретін көріп тұрмыз, балалар? Жұлдыз, иә? Жұлдыз сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз, балалар. Жұлдыз сөзін буынға бөлейікші, кәнекей. Жұлдыз. Қанша буын бар екен? 2 буын бар екен, е? Неше әріп бар екен? Қанекей, бәріміз бірге санаймыз. Ж 1-ші әріп, О 2-ші әріп, Л 3-ші әріп, Д 4-ші әріп, И 5-ші әріп, З 6-ші әріп. Жұлдыз сөзінде 6 дыбыс бар екен. 6 әріптен тұрады. Сонда жұлдыз сөзі 2 буын, 6 дыбыс, 6 әріптен құралған екен. Ж дыбысы сөздің қай жерінде кездескен, балалар? Иә, дұрыс айтасыңдар, балалар. Ж дыбысы жұлдыз сөзінде 1-ші тұр, е? Сөздің басында тұр. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, мен сендерге кішкене әңгіме оқып берейін. Мұқият тыңдаңдар. Құмырсқа далада келе жатып, қоңызды көріп қалады. Сәлем, қоңыз. Жы-жы. Сәлем, құмырсқа. Қайдан келесің? Жы-жы-жы. Егістен. Балаларыма тамақ әкелемін. Жарайсың, қоңыз. Балалар, қоңыз қандай дыбыс шығарды? Бірге айтайықшы, кәнекей. Ж. Балалар, қараңдаршы, Ж дыбысының таңбасы неге ұқсайды? Балалар, көбелекке мұқият қараңдаршы. Көбелекке мұқият қарап тұрамыз. Жаны бар, Жға ұқсай ма? Қанаттары оның да керілген, е? Ж әрпіне ұқсайды екен, е? Мұқият қараса көбелекке Жға
ұқсайды, ұшып жүрген ж сияқты. Көбелек қандай әріпке ұқсайды екен, балалар? Сонда ж әрпіне ұқсайды екен, е? Ж дыбысының, балалар, баспа түрі. Кітапта жазылатын баспа түрі екен, балалар. Ж дыбысының жазба түрі. Дәптерге жазамыз, бұны, балалар? Балалар, сабақты қорытындылай келе, балалар, бүгін қандай дыбыспен таныстық біз? Бүгін ж дыбысымен таныстық, Ж дыбысы қандай дыбыс екен, балалар? Ж дыбысы дауыссыз дыбыс екен, Ж дыбысынан келетін сөздерді айтайық, кішкенекей. Жүзім, жаңғақ, жүгері. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.